Сәлем достар, бүгін сіздермен красный бархат трайфлын жасаймыз. Видеоны лайк басып, жаңадан рецепт жібермашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. 4 жұмыртқаға қант қосып, жақсылап миксерлейміз. Оған сұйық май қосамыз. Ұнымызды, какауамызды, қопсытқышымызды алдын ала илегіштен өткізіп, 2 бөлікке бөліп, қосып араластырамыз. Ұнымызды жақсылап миксерлеп алғаннан кейін қайнаған су қосамыз, қызыл краска қосамыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 40-45 минутта пісіріп аламыз. Кремін дайындаймыз. Креміне сливкиге творожный сыр қосып, сахарный пудра қосып, жақсылап миксерлейміз. Қою болғанша миксерлеп аламыз. Піскен бисквитімізді салқындатып, үгітіп шығамыз. Видеодағындай көрсетілгендей қылып салып шығамыз. Бисквитімізді саламыз, оның үстіне крем жағамыз. 2-3 рет қайталап шығамыз. Өзіңізге ыңғайлы ыдысқа жасауларыңызға болады. Шоколадымызды ертіп алып, үстіне сливки қосып, трайфлымыздың бетіне құйып шығамыз. Трайфлымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, жаңадан рецепті жібермашын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.